Оңтүстік Қазақстан облыстық кәсіпкерлер палатасы шағын және орта бизнес өкілдерінің құқығын қорғап, нақты қолдау көрсетіп жүр. Палата мамандары араласқан соң бірнеше кәсіпкерлік нысанға қозғалған әкімшілік және қылмыстық істер қысқартылды. Облыстық прокуратура және қаржы полициясымен бірлесе жүргізілген жұмыстар нәтижесінде монополияға қарсы инспекциясы тарапынан макарон фабрикасына қатысты қозғалған әкімшілік істің негізсіз екені анықталған. Бәсекеге қайшы келетін келісім жасап бағаны негізсіз көтерді деп айыпталған кәсіпорында жіті тексеру барысында мұндай әкімшілік құқық бұзушылықтың орын алмағаны белгілі болды. Әкімшілік сотта бұлтартпас дәлелдер келтірілген палата сарапшылары кәсіпорынға салынған 18 миллион 500 мың теңге айыппұлдың алдын алып, негізсіз іс қысқартылды. Тағы бір іс 150 адамды жұмыспен қамтып отырған күнбағыс және мақта майын өндіретін зауытқа қатысты болатын. Қаржы полициясы өндіріс басшысының үстінен бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғаған еді. Бүгінгі таңда кәсіпкерлер палатасына жалпы түскен 98 арыздың 57-сі қаралып, осы 57-сі бойынша 57 арыздың ішінде 33-і бойынша толықтай кәсіпкерлердің құқықтары қорғалып, қалған арыздар бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.